егер де өзің жақын туысың, ағаң, інің, немесе әкеңнің інісі, ағасы саған көке болады ғой енді. Солар күнін көре алмай жатса, қиналып жатыр, қарызға батып кеткен. Ал сен шетелмен шетел жүрсің. Астында машинаны ауыстырып, тоздырып мініп жатсың. Қос машинаң бар. Қос әйелің бар, ал керек болса саған. Мысалы, бұндай адам күнәһар болады. Неге? Өйткені өзіңе махрам болған, жақын болған туысқандарға егер қарызға батқан болса, күнін көре алмай жатқан болатын болса, оған көмектесу саған міндет мойнындағы. Әйеліңді асыраған секілді, бала шағаны асыраған секілді оларға да беру керексің. Бай болсаң. Деп керісінше біз не істейміз? Өзің жақын туысқандарың, ағаң баласы болсын, ағаң болсын, әкеңнің ағасы болсын, өзің туған ағаң болсын, оларда болмаса екен дейсің ғой. Бір машина мініп бара жатса, әйелің түртпек дейді сен. Анадан асып түсейші, ағаң сен машина мініп ғой деп. Сен де алып жейші деп. Жоқ, ондай болмайды. Туған туысың аш бола тұра сен мына жақта тайраңдап жүрсең, күнәһарсың сен.